Тауық жүректері қосылған салангани рецепті әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 1 килограмм тауық жүректері, 2 дана сәбіз, 4 дана пияз, 1 жұмыртқа, 200 грамм күнбағыс майы, 1 бума көк пияз, 100 грамм қаймақ, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін тауық жүректерінен жасалған фаршқа текшелеп туралған пиязды, ұсақтап үгітілген сәбізді, жұмыртқаны қосып, тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұстап тұрады. Биік таба ыдыста күнбағыс майына жартылай дөңгелектеп туралған пиязды 2-3 минут қуырамыз. Қаймақ құйып араластырамыз. Енді дайын қуырмаға тігінен және бір-бірінен тығыздап саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып 15 минут пісіреміз. Саланганиді ыдысқа абайлап, түбінен демей отырып салыңыз. Тағамды көк пиязбен әсемдеп, ыстық күйінде ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.